Ауылдың өмірі 3-ші серия. Апа жақсы қыдырыс болды, мынау. Иә, балалар, жақсы қыдырыс болды. Бар дәреді, киімдерді ауыстырып, барып шай қойдар, шай ішіп әңгіме айтайық. Иә, барайық. Бәріңдер тез киімдеріңді ауыстырыңдар, шай кию керекпіз. Шалбар сен де ауыстыр бар. Мен жымыз киімімізді ауыстырып алайық. Короче, ұлдар ауыстырбасын, енді ет болып қалады шамалы. Ада барып ауыстырып алыңыздар, ішке кіріп. Шақ көмді. Болып кеттік. Кеттік балалар, далаға шығып шай ішуіміз керек. Осы жерде отыра тұрайық, айналайындар, келіңдер. Мен сендерге бір қызық айтып берейін. Әйтеуір дейіне жүрдік қой. Көп жүрдік, ана қыдырыста бар ғой. Иә, қыдырыс болып қалды. Анау жешелерді айтамын да, бір нәрсе істемейді екен, отыра береді сізге. Менен де қосу. Жешенің курткасын қояйық. Куртканы қояйын. Мынау немереңді садикке жіберіп қою керек еді. Садикке жібереміз бұны. Жүріңдер мынаны садикке жібереміз. Болды, жүріңдер енді барайық шайымызды ішуге, ана апаларға шай тамақ беруге. Жеше кеме кетті, сол бой ауылға кеткеніне 1 ай болып қалды шамалы, иә, 1 ай болып қалған шығар уже ауылға кеткендеріне. Апа, келіңіз отырыңыз. Қазір шай құйыңдар маған, жақсы ма? Отырыңдар, келіңдер. Отырайық ішкен. Табақпен әр нәрсені пісіргенді жақсы көресіңдер. Ой, құдайым. Мына жерге қоя салыңдар айнаның алдына. Так, тамақ. Шай қойып қояйын кранан. Ал құйыла берсін. Не бар үшін? Түкте жоқ екен ғой. Онда бір пісіріп жіберу керек еді ғой. Шамалы. Нан бар екен, нан болған шығайын. Көмектесейік. Иә, көмектесейік. Лимонадтан вообще қажет жоқ. Ары қарай өзім істеп аламын, отыра беріңіздер. Мен деген қазір шай қоямын сіздерге. Бір табақ алып алайын. Так, шай қайнай берсін. Так, болып қалды. Қазір шай қойып берем. Қазір бәріміз бірге шай ішіп отырамыз. Жақсы болды ғой. Мұны қазір үлкен келе өзі бүгін. Білмеймін, оған звондап болғанмын, бірақ кішілей бұлай жауап бермейді. Демек ол бізді ұмытып кеткен ғой, апа. Кейін оландайды білеміз ғой. Тезірек үлкен келінім келсе екен, үлкен келінім кіші келінім келсе екен тезірек. Апа, олардың келгенде де не істейсіз? Бәрі ол сіздерді ұмытып кеткен ғой, білдім. Иә, қалаға басын дуалап алған ғой, қала оның. Күйеуі жақсы жерде жұмыс жасаса, бізге мүлдем рахмет айтпайды ол келін. Мен барып шай алып келейін. Апа, шай ішіңіз. Мен қазір сізге біз қарамасақ та ешкім қарамайды. Походта да шай ішкен жоқпыз. Ішіңіз, шай ішіңіз.
Ал үстіне шешем. Мен деген тұрамыз. Шалайын чайымдым тұрып. Отырайын де. Дұрыс. Ішінде шайларында. Апа-апалардың қазір келетініне менің күмәнім жоқ. Одан да шайымызды іше берейік. Шеберіне бағалар. Енді бұл қаладағы кіші келіні кетіп қалғанын, осы басылуды өлді ойнай бергенім. Сендерге айтып қойғам бұны басында, ал енді бұл қаладағы өмірін көрсететін боламын. Наконец-то келдік қой үйге дегенге. Ой, тамақтайын да қойыпсыз ғой қызметші. Өз кетіп қалған өтім. Наконец-то өзімнің комнатама келдім, анау ауылдағы төсектен шаршап едім. Наконец-то чабадандырды. Наконец-то өзіміздің үйге келдік қой. Мен деген киімімді ауыстырып алайын. Бұл тама осы ауыл қаладағы үйімізге келмегенімізді. Мына жерге ұқсап қоям. Сосын мынау бар екен, мен алып келген ауылдан. Болып қалған шығар. Наконец-то менің заттарым мынау. Очкиімді де алып келіппін. Не бәле алып кеткенім мұнда. Мыналарды қойып қояйын, шабадандарды. Наконец-то қаладағы үйімізге келдік қой. Не болды? Кім звондап жатыр? Ой, кім звондап жатыр? Алло? Кім бұл? Алло, қалайсың? Аида, қалайсың? Мені ғой, сенің ана ауылдағы шешең Ақбота. Біз естіп тұрмыз. Ғой, ауылға келе аласыңдар ма? Біз сендер сағындық. Үйде келесіңдер ғой енді ауылға. Біз қазір ауылға бара алмаймыз. Біздің проблема өте көп болып жатыр. Біз жұмысымызға енді бара жатырмыз. Сол себепті сіздерге бара алмаймыз. Кешірім сұраймын. Апаға да айта салыңыздар. Рахмет, жақсы. Мына жеше тағы звондайды ма? Алло, не болды? Не ғой, апа айтып жатыр. Ауылға үйреніп салмағаннан кейін қалай кетті ол келін деп жатыр. Айта берсін маған, не ол дейсіңдер? 1-2 күнде барамыз. Бір бәле деші мынаған, әкеш. Алло, не болды ше? Менде ауылға келмегейсіңдер? Сендер әлде ауылда тұрмайсыңдар ма? Жоқ, біз қалада тұрамыз. Ауылда мүлдем тұрмайтын боламыз. Бірақ мен ауылға қатты сағындым. Ауылды сағынсаңдар келсеңдерші. Көреміз оны, жұмысқа байланысты ғой. Жақсы, шешеге телефондашу керек. Жақсы. Ал міне. Жақсы болды ғой. Әйтпесе мыналар звондап бәле болды ғой, жабайланып. Мен әлі ауылға бармайтын сияқтымыз. Әлі ауылға бармаймыз. Түсіндің бе? Әркім звондаса, оларға еш нәрсе демей жүр, тамақ ішуіміз керек. Ой, тамақтарына рахмет мыналардың. Тамағымызды ішейік, ас болсын бізге. Ас болсын. Тамағымызды. Тауықты кесіп жейік. Бәрі керемет болыпты. Шырын да беріп жерді, шерімнің қажеті жоқ. Чайсик. Болчик. Мынаны қойып қояйын.
осы нәрсе достар, сіздерге сериал ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл видеоның 3-ші сериясы. Егер қалған серияларын көріп кетпесеңіздер, каналымнан көріп кете аласыздар. Давайте, всем пока.